Нұрыл орта мектебінің 10-шы сынып оқушысы Жамбыл Мадина. Мамандық таңдау болашақ таңдау. Менің болашақ мамандығым мұғалім. Дәл қазір осы салада жүрген мұғалімдерден сұхбат алып көрейік. Бұл мамандықты неге таңдадым десем, мен жастайынан бала кезінде мен мұғалім болдым. Негізі мен мұғалімге шын айтқанда 3 жылдан кейін түскенмін. Міне қазір мен 37 жыл мұғалім болдым. Мұғалімнің өзінен үлкен қиындығы бар, оңайлығы да бар. Оңайынан көріп қиындығы өте басым. Соны жеңе шығып балаларға жақсы мамандық беру. Сіз бұл мамандықты таңдауда қателескен жоқсыз? Жоқ, мен мамандық қателескен жоқ. Басқа мамандықтың иесі болғанда мен бұндай дәрежеге жетпейтін. Және үшінші сұрақ, болашақтағы жас мамандарға қандай кеңес берер едіңіз? Егер мен жас маманға қандай кеңес беретін болсам, бірінші сол мамандықты дұрыс таңдау. Егер сол мамандықты дұрыс таңдаса, ол жетістікке жетеміз. Бізде қазір шынымен өте күрделі мәселе мамандықты дұрыс таңдамайды жастар. Және көбінесе ол мамандықты егер дұрыс мамандықты таңдайтын болса, онда жастар өзінің келешегі үшін жақсы мамандықты таңдайды. Мамандық таңдау адам өміріндегі маңызды қадамдардың бірі. Мұғалім мектептің жаны демекші, мұғалім қандай болса, мектеп сондай болмақ. Яғни мұғалім білімдірек болса, оқушылар да сондай білімді болмақ. Мамандық туралы айта кететін болсам, қазіргі таңда мұғалім мамандығы сұранысқа ие. 2019 жылы грантқа түсу балы 50-ден 60-ға дейін жоғарылатын болса, қазіргі таңда 70-ге дейін жоғарылып жатыр. Менің енді жастарға айтып кететінім, жас түлектерге айтатыным, мамандық таңдауға жауапкершілікпен қарайық. Бұл адам өміріндегі маңызды сәттердің бірі. Мамандық таңдаудан қателеспейік.